Алаш атқа мінерлерінің ішінде тек Міржақып Дулатұлының ғана денесі елге жетіпті. Оның да қабірі белгісіз болып қалар ма еді, кім білсін. 1990 жылы Міржақыптың қызы Гүлнар апайдың тапсыруымен алаш арыстары туралы дерек жинау үшін Карелияға аттанып, Соловки аралына барған ғалым Марат Әбсемет қайтар жолында Сосновец станциясына аялдайды. Гүлнар апамыз жүрген жерінде хат хабар айтып отыр деп тапсырған екен. Сол себеппен телеграмма салуға поштаға кіріп сыртқа шыққанда бір орыс әйел «Сіз қазақсыз ба?» деп сұрайды. Марат Әбсемет «Бір орыс әйел тұр екен, сол қарап тұрып, сіз қазақ емессіз бе?» дейді. «Мен қазақпын» дедім. «Ой, қазақ болсаңыз, осы бір қазақ ақыны бар еді, Давлатов деген». «Дулатов қой, олар Давлатов дейді. Сол кісі осы жерде болған, дәрігер болған лагерде. Сонымен лагерде дәрігер болып жүріп қайтты. Кейін оны жерлеген осы жерде». Сөйтіп сол кездегі жас ғалым Марат Әбсемет ғайыптан тайып Міржақыптың жерленген жерін моласынан тауып қайтты. Көп ұзамай біраз адам рұқсатын алып, алаш қайраткерінің денесі елге алып қайтты. Сол топтың ішінде режиссер Қалилы Омаров та болған. Қабірге түсіп, сүйекті алып шыққанда өзі. Қазақ айтады ғой, жағына ажырамай жамандық көрме деген. Бұны мен бұрын түсінбейтін едім. Сонда біз 56 жылдан кейін бе Міржақыпты қазып алған кезде шашы қап-қара, тіп-тік, денесі жақсы сақталған. Сонда қараңыз, бас сүйекті бүйтіп алып қойған кезімізде жаға жырады. Сонда Міржақыптың өзі киелі адам ғой. Анау бөлек бөтен елде қанша жыл жатып, сөйтіп туған еліне келіп, енді кіндік қаны тамған жерінде жаға жырады ғой. Көрдің бе қалай? Қалилы ағамыз осылай дейді. Қалекенді одан әрі тыңдайық. Міржақыптың сүйегін алдық. Біз ана Беломорканың алдында жатқан жерінде сол лагердің көптің бірі ғып көме салған ғой. Каналдың екі беті топырақ қой. Соны таяқпен, күрекпен түртіп қалсақ, ішінен сүйек шығады. Неге? Сол жұмыста кәдімгідей жұмыс істеп жүргенде өлген адамдарды сол жерде көміп берген. Ал Міржақыптың беделі сондай мықты болған, оны сол жердің жергілікті зиратына мұсылманшалап көмген. Міне, біз сол емен ағашынан жасалған табытты ашқан кезімізде үстіне мініп тұрып аштық. Сонда ойылған жоқ. Ал одан басқа жердегілердің бәрі де 1 метр суда жатыр. Біз жылап бардық, бара жатқанда. Әй, бабамыздан, атамыздан не қалды деп. Жоқ, биік төбенің басына көміпті. Зират төбеде тұр. Сол кезде мәйітті алып жатқанда шарбаққа сүйініп бір әйел жылап тұрды. Кімге мені қалдырып бара жатсыңдар дейді. Сөйтсе Міржақып лагерде жүрген кезде оны 2 әйел күткені туралы айтылады ғой, дерек көздерінде. Соның бірі жанағы аспаз болған, біреу соның үйіне қарап отырған. Міне соның біреуінің, сол әйелдің біреуінің қызы әлде келіні болған екен. Сол әйел өзі ананың шешесі қайтыс боларында 60-70 жылдары айтыпты. Менің баламды күтпесен күтпе, бірақ Міржақып деген тегін бала емес. Қазақтар мұны түбі іздеп келеді. Сол кезде мынау күтусіз тұрмасын деп аманаттап кетіпті. Міржақыптың моласы сөйтіп күтімсіз болмаған, бірақ төбенің басына жерленбесе, әлде қашан суға ағып кетерін айтты ағамыз. Ал төбенің басында жерлейтіндей бұл қазақтың құдіреті неде? Қалилы ағамыз айтады. Міржақып негізі зонада пахан болған. Бұны білесіңдер ме екен? Түрмеде ұрылар болады, бандылар болады, небір нәрселер болады. Солардың ортасында сөзіңді жүргізіп, өзіңді ғана емес, өзіңнің жерлестеріңді, мұсылмандарды қорғау білу үшін сен де сондай болуың керек, дух болу керек. Міржақыпта осы болған. Оның бір дәлелі соңына қасында болған кісі айтады. Торғайда мен сол адамнан интервью алғанмын. Сонда айтады, ой Жахан дейді, Жахан біздің дейді, азып тозып жанағы түрменің киімінде жүрміз дейді. Ол кісі дейді, аяғына құрым етік киіп алған, гольфе шалбар, бушлат, басында папаха. Ол қандай киім? Кімнің киімі? Генералдардың киімі ғой. Міне, ол сосын қасындағы деревняда тұрған. Өзі жанағы фельдшер боп істеген. Сонда ана кісі айтады, лагерге жаңадан адамдарды әкеледі.
Солардың бәрі ана осы оңтүстіктен барған өзбек, тәжік бар, қазақтар бәрін бір қадам алға деп шығарып алады дейді. Сөйтеді дағы аналарға айтады: ал онда Кавказдың, Сібірдің бандылары тұр ғой, баскесерлер. Онда тек саяси тұтқындар ғана емес қой. Соларға айтады екен: мыналардың біреуіне тиісуші болма, бұл менің адамдарым деп. Соларға жанағы киімдерін алып береді, тамағына қарайды. Сосын келіп: ал қазағым, шығындар дейді. Сосын өңкей қазақтар отырып тұрып, ой, әңгіме айтады дейді. Өлеңдерін оқиды. Біз жатқа айтамыз дейді оның өлеңдерін. Міне ол, бізді өстіп қарады дейді көз көргендер. Міржақып кішкентайынан ақ асық ойнағанын ұтып, белдескенін жығатын бала болғаны ағасы Асқардың қызы Ботагөздің жазбаларында айтылған. Ал Гүлнар Міржақып қызы былай деп жазған: әкем құралайдай көзінен атып түсіретін нағыз мерген еді. Анға барған сайын әкелетін құстары 30-40-тан кем болмайтын. Әкем көбінесе өзі жеке жүретін, көпшілікпен құс ату қауіпті дейтін. Міржақып Семей түрмесінен шығып, аңдушы көп болған соң Түркістанға өтіп, Қарнақта қазақ, өзбек, қырғыз бауырларды паналадым деп өзі де жазған. Одан шығарып салғанда біраз ақша беріп, 1913 жылы Орынборда Әлихан Бөкейханның қолдауымен Ахмет Байтұрсынұлымен бірге Қазақ газетін шығара бастайды. Газетті шығару үшін қыруар қаржы керек. Сонда оңтүстікке қайта келіп, сондағы бай манаптардың берген біраз қаржысын жол торыған қарақшы ұры-қырыдан ықпай жалғыз өзі жеткізген дейді. Кейін аханына ақша керек болса тағы әкелем, жолда тағы 3 қабын тығып кеттім деп айтқан екен. Біз жаһанның мергендігін, жаужүректігін неге тіздік? Мұның бәрі оның қарулы, өзіне сенген адам екенін көрсетеді. Айдауда жүргенде әлгі айтқан пахан болды деген сендер деді. Оның төбенің басына жерлеу де содан. Ол уақытта айдауда өлгендердің ішінде тек сондай беделділерге, ор закондарға ғана қырдың басы құрғақ жер бұйырған. Бұл сөзімізге Магаданда Мағжан Жұмабаевпен бірге айдауда болған Абдулла Әбдірахманов ақсақалдың да сөзі дәлел. Қарияның айтқанындай, сол жылдары саяси тұтқындармен қатар әкелінген басқа сотталғандар да көп еді. Олардың арасындағы вор в законе аталғандар тірісінде және өлісінде құрметке бөлінген. Солардың қабіріне ғана белгі қойылған. Міржақыптың да қабірінде белгі тұр.